ары қарай кеттік. 14-те 4-ші есепті шығарайық. Так, бірінші мына жерде бөлу берілген, мына жерде бөлу берілген. Біріншісін бөлеміз. 8а квадрат b-ні бөлемін 4а b-ға плюс 15ac квадрат бөлемін 5c квадратқа. Қысқартамыз. 8 мен 4 қысқарады, 2 болады. А-ның квадраты мен а қысқарады, б мен б қысқарады. Сонда менде 2а қалды, мына жерде 2а. Так, мына жерде 15 пен 5 қысқарады, 3 болады. Мында а қалды, с квадрат полный қысқарады. Сонда плюс 3а қалды. Екеуін қоссақ 5аға тең. Екінші. Так, 7,5 x квадрат y квадрат бөлінген 3x квадрат y минус 3,9 m y бөлу 12m. Так, дәл солай. Біріншісін 7,5 x квадрат y квадратты бөлеміз 3x квадрат y-ке минус 3,9 m y-ті бөлеміз 12m-ға. Так, сонда 7,5-ті 3-ке бөлсек, бізде 2,5 болады мұнда. X квадрат полный кетеді. Y-тің квадрат мен y қысқарады. Сонда 2,5 y-тің мұнда бір дәрежесі қалды. 2,5 y болады. Минус 3,9 бен 12. 3,9. Так, бұлар бөлінбейді екен. 3-ке қысқартуға болады. 3-ке қысқарсақ мұнда 4. Мұнда 1,3 болады, m мен m қысқарады, сонда y қалады. Минус 1,3-тен 4 y. Так, енді 2,5 дегенім, ол бізде 4-тен 1 ғой, 2,5 бөлшек түрінде жазсақ 4-тен 1 y минус 4-тен 1,3 y деп алуға болады. Бұны бір бөлшекке келтірсек, бөлімі 4, 1-ден 1,3 алып тастаса минус 0,3 y. Так, біріншіден енді 0,3 дегеніміз ол бөлу 4 десек, ол минус 0,75 y болады екен жауабы. Үшінші, 2,1 ab квадрат бөлінген 3-тен 4b квадрат минус 2,7 at квадрат бөлінген 8 бөлу 9t куб. 2,1 дегенде бөлшек түрінде жазсақ, 2,1 деген ол былай ғой, 2,1, сонда 10-нан 21 болады. Давайте 10-нан 21 деп жазайық. 10-нан 21. Енді мен предлагаю, бөлшекті бөлшекке бөлген кезде біз көбейтетін едік. Көбейтейік те бірден екінші бөлшектің орнына ауыстыра салайық. Яғни 4 астына 3 үстіне кетеді. Бұл бөлшектер. Енді мына аб квадрат пен б квадрат қалды. Оны как обычно жазамыз. Аб квадрат бөлемін б квадрат. Все түсінікті, минус 2,7 дегенді тоже да сөйтіп жазып алайық, бөлшек ретінде. Ол бізде 10-нан 27 болады. Значит, 10-нан 27. Мынаны бөлшекке көбейтем. Екеуінің орнына ауыстырам. 9 үстіне 8 астына. Так, и ат квадрат бөлу т куб. Тең болады. Так, мына жерде бізде керісінше қысқармай кетті, қысқаратын нәрсе болмай қалды. Жарайды, 21-ді 3-ке көбейтемін. 63, 40. Мына жерде b квадрат пен b квадрат кетеді, сонда а қалды. Минус, мына жерде де тоже қысқармай қалды. 80, 27-ні 9-ға көбейтем. 27 көбейтем 9-ға. 243. Мына жерде t квадрат пен, мынау t куб екен. t куб пен t куб онда полностью кетеді. Мынау t куб екен. Сонда бізде а қалды. Мынау а. Енді ортақ бөлімге келтіре салайық. Ортақ бөлімі 80. Мынаған 2-ден берек. 63-ті 2-ке көбейтсек. 126 минус 243 а. 126-дан 243-ті алып тастасақ. Минус 117 болады екен. 117 бөлу 80.
а. Осылай қалдыруға болады, или аралас санға келтірулеріңізге болады. Өздеріңіз қарарсыздар. Так, 6,4-1 с квадрат d бөлінген 2,2-1 сd плюс 8,4-1 с квадрат d квадрат бөлу 5,2-1 сd квадрат. Так, біріншіден енді бұрыс бөлшекке айналдырып шығамыз, иә, мынау 4-тен 24-25 болады. 4-тен 25 бірден көбейту жіберейікші, көбейту дейік. Мынау менде 2,2-1 дегенім, мына 2,2-1 дегенім, ол менде 2-ден 5-ке тең ғой, мына 2-ке көйтем 4, бір қосам 2-ден 5. Бірден 5-ті астына 2-ні үстіне жіберейік, иә. И менде, мынау не болып кетті? С квадрат d бөлемін сd. Так, плюс ары қарай 4-тен мынау 32-33 болады. Мына жерде 5,2-1 дегенім, мына 5,2-1 дегенім, ол 2-ден 10-11 деген сөз. Значит, 11-ді астына жіберем, 2-ні үстіне жіберем, сразу көбейтумен алмастырып жіберейік. И с квадрат t квадратты бөлемін ст квадратқа. Так, сонда мына жерде қысқарады мынау 5, мынау қысқарады мынау 2 болады. Так, d мен d кетеді, с-ның квадраты мен с кетеді, бір дәрежесі қат, сонда 2-ден 5 с, немесе 2,5 с. Так, мына жерде 1, мына жерде 3, мына жерде 2, t квадрат пен t квадрат кетеді, с квадратын бір дәрежесі мен с кетеді, бір дәреже қалды. Плюс мына жерде 3 бөлу 2 қалды, яғни 1,15 деп жазуға болады, и с қалды, иә. Сонда 2,15-ке 1,15-ті қосса, бізде 4 с шығады екен жауабы. Так, ары қарай 14-те 5-ті көрейік. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Біріншісі 100 b-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 b-ның кубы минус 5 b. Так, бұл жерде бізде b 0,2-ге тең дейді. Так, ары қарай шығара берейік, осыны b тең 0,2. Так, хорошо, бірінші мынаны бөлу керек. Ол үшін біз бөлшек қылып жазып алайық. 100 b-ның 4 дәрежесі бөлу 4 b-ның кубы минус 5 b. Мына жерде қысқарады 25 болады. b-ның 1 дәрежесі мен мынау 3 дәрежесі қысқарады. Сонда мына жерде b-ның 1 дәрежесі, яғни 25 b қалады. Тең болады 25 b минус 5 b. Ол бізде 20 b-ға тең. Енді біз b-ның орнына мына 0,2-ні қоямыз. Яғни 20 көбейту 0,2 дегенді 5-тен 1 деп алуға болады. 5-тен 1 деп алуға болады. Сонда қысқарғанда бізде мұнда 4 болады. Жауабы сонда 4-ке тең екен. Так, екіншісі 99 плюс 2 с-ның 5 дәрежесі бөлу 0,2 с-ның 4 дәрежесі дейді. Бұл жерде с бізге тең минус 5-тен 1-ге. Так, жазайық. 99 с плюс 2 с-ның 5 дәрежесі бөлемін 0,2 с-ның 4 дәрежесіне. Так, 99 с-ны жазып қоямыз. С-ның 4 дәрежесінің 5 дәрежесі қысқаратында 1 дәреже қалады. 2-ні 0,2-ге бөлген кезде ол бізде 10-ға тең болады. 10-ға тең болады. И мына жерде с болады. Сонда бізде 109 с. 109 с, ал с менде тең 5-тен 1-ге, минус 5-тен 1-ге. Яғни 109 көбейтемін минус 5-тен 1, ол менде минус 109 бөлу 5 деуге болады, или минус 21,5-тен 4 деп алуға болады. Келесі үшіншісі 68 t-ның кубы бөлінген 3,4 t квадрат минус t. Бұл жерде t менде тең минус 7-ден 4. Так, былай істейік. 3,4 дегенді 3,2-ге қысқартсақ 5-тен 2, бөлшек түрінде жасақ 5-тен 15, 17. 5-тен 17. Так, былай жасайықшы. Былай істейік. 68
бөлуді бөлшекті бөлшекке бөлген кезде біз оны көбейтумен алмастырамыз. Менде мына 5-тен 17 шықты ғой. Осы 5-тен 17-ні орнына ауыстырамыз, яғни 17 төменге түседі, 5 үстіне түседі. Мынау 1. Енді менде t кубты бөлемін t квадрат бар әлі. Минус t1. Қысқарады екен, мынау 4 болады екен. 4-ке бөлінеді екен. Сонда 4-ті 5-ке көбейтемін 20. T-ның кубы мен T-ның квадрат қысқаратында бір дәрежесі қалды, сонда T қалды, минус T. 20-дан 1-ді алып тастаймын, 19 T шықты. Енді T дегені менде тең минус T дегені минус 7-тен 4-ке тең мұны. Минус 7-тен 4-ке тең. Минус 7-ден 4. Сонда минус 7-ден 19-ды 4-ке көбейтсек, ол бізде 76 болады, немесе минус 10,7-ден 6 деуге болады. Так, соңғы төртіншісі минус 21,4 y плюс 7 y-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 y-тің 4 дәрежесі. Бұл жерде y бізде 0,-0,03-ке тең. Так, минус 21,4 y-ті жазып қоямыз. 7 y-тің 5 дәрежесі бөлемін 5 y-тің 4 дәрежесі. Мына полный кететін жерде 1 дәреже қалады. Мына жерде минус 21,4 плюс 7, 7-ні 5-ке бөлсек 1,4 болады екен. 1,4 y қалды, Так, 21,4-тен 1,4 алып тастасақ бізде 20 қалады, сонда минус 20 y. Ал y менде тең минус 0,03. Минус 0,03. Так, біріншіден минус пен минус плюсті береді. 20-ны 0,03-ке көбейтсек, 20 көбейту 0,16. Так, мінекей жауабы.